Қорытындылау: адамдар арасындағы достық. Бірінші есеп. Біздің сыныптың кейбір оқушылары сүйікті пәні ретінде математика мен қазақ тілін атайды. Сұрақтарға жауап бер. Неше оқушы математиканы сүйікті пәні деп санайды? Неше оқушы қазақ тілі сүйікті пәні деп санайды? Неше оқушы математиканы да қазақ тілінде сүйікті пәні деп есептейді? Санжардың математиканы да қазақ тілінде жақсы көретіні рас па? Майраның математиканы жақсы көретіні рас па? Сызбаға қарап өзің сұрақ қойлап, оны досыңа қой дейді. Бізде математика қазақ тілі. Математикада Серік, Майра және Дастан, Райхан, Санжар, Мәлік және Бақыт дейді. Ал қазақ тілінде Дариға, Димаш, Нұрбек және Марат. Осы екі жиында бізде сұрақ қойыпты. Неше оқушы математиканың сүйікті пәні деп санайды? Бізде математиканы 1 оқушы, 2 оқушы, 3 оқушы, 4, 5, 6, 7. Математикада 7 оқушы сүйікті пәні. Ал қазақ тілінде 4 оқушы, 5, 6, 7, 8. Қазақ тілі 8 оқушы. Келесі сұрақ. Неше оқушы математика мен қазақ тілін сүйікті пәні деп есептейді? Бізде бұл жерде екеуінің бірігу, қиылысуында бізде 4 оқушы бар. Математика мен және қазақ тілі. Бұл жерде 4 оқушы. Екеуінің қиылысуында сонда 4 оқушы бар. Кейін Санжардың математиканы да қазақ тілінде жақсы көретіні рас па дейді. Санжар бізде екеуінің қиылысуында тұр, яғни ол рас. Өйткені Санжар қазақ тілінде математиканы да жақсы көреді. Екеуінің қиылысуында орналасқан, Санжар. Келесі, Майраның математиканы жақсы көретіні рас па дейді. Майра бізде математиканда тұр. Майра математикада тұр. Ол да рас, математиканы жақсы көреді екен, сүйікті пәні. Біз бірінші есеп бойынша болды, бірінші есеп мынау. Енді екінші есепке көшеміз. Есептерді шығар. 2-ге бөлінетін бір таңбалы сандардың жиынын көк дөңгелекке жаз. Ал 3-ге бөлінетін бір таңбалы сандарды жиынын қызыл дөңгелекке жаз. Әрбір жиынның неше элементі бар? Осы жиындардың қиылысында неше элемент бар дейді. 2-ге бөлінетін бір таңбалы сандар. Яғни бір таңбалы бізде сандар 1-ден бастап 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бұлар бізде бір таңбалы сандар. Енді сұрақ қойған. 2-ге бөлінетін бір таңбалы сандар. 2-ге бөлінетін 2, 4, 6, 8. 2-ге бөлінеді. Келесі. Бізде ал 3-ге бөлінетін бір таңбалы сандар жиыны қызыл дөңгелекке дейді. 3-ге бөлінетін бір таңбалы сан 3, 6, 9, 3, 6, 9. 3-ге бөлінетін. Енді жиынға орналастырамыз. Мұнда бізге 2-ге бөлінетін және 3-ге бөлінетін. Енді 2-ге бөлінетін сандарды жазайық. 2, 4,
8, 6, 3, 9. Bizde ikеуінің қиылысуында 6 саны бар. 2-ге бөлінетін және 3-ге бөлінетін сандар. Бізде екеуінің қиылысуында қандай сан? 6 саны. 6 саны орналасқан. Ол 6 саны 2-ге де бөлінеді және 3-ге де бөлінеді. Келесі. Мынау бізде А варианты, А варианты. Енді А вариантын шығарайық. 2-ге бөлінетін 20-ға дейінгі сандар жиынын көк дөңгелекке жаз. 3-ге бөлінетін 20-ға дейінгі сандар жиынын қызыл дөңгелекке жаз. Әрбір жиында неше элемент бар? Осы жиындардың қиылысында неше элемент бар дейді. Бізде мына жиында 2-ге бөлінетін жиында бізде қанша элемент болды? 4 элемент. Мында 3 элемент болды. 3 элемент. Яғни 3 сан және 4 сан. Енді келесісінде бірден бастап 20-ға сандарды жазып алайық. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-ға дейінгі сандар. Енді 2-ге бөлінетін сандар қанша? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 2-ге бөлінетін. Бізде неше сан бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 элемент бар, бар. Келесі 3-ге бөлінетін. Міне 3, 6, 9, 12, 15, 18. 3-ге бөлінетін. Неше элемент бар санаймыз? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 элемент. 6 элемент бар. Енді жиынға орналастырамыз. Бізге ортақ екеуіне ортақ қандай сандар бар? 12 бар, 6 бар және 18 бар екен. Сонда екеуіне ортақ элемент 6, 12 және 18. Қалғандарын өз орнына жазамыз. 2, 4, 8, 10, 12 мында жаздық. 14, 16. Және 3, 6 мында жаздық. 9, 12 мында жаздық. 15. 15 саны. Мынау 2-ге бөлінетін. 2-ге бөлінетін мынау неше? 3-ге бөлінетін жиында, Енді екеуінің қиылысында қанша сан? Екеуінің қиылысуында орналасқан сандар 6, 12 және 18 сандары. Қиылысы дегеніміз екеуіне ортақ элементтер. Ал бірігу болса мына барлық элементтерді жазамыз. Бізде қиылысуында қанша? Әрбір жиында қиылысында неше элемент бар? Қиылысында 3 элемент. Барлығында міне өзінің 2-ге бөлінетінде 9 элемент, 3-ге бөлінетін 6 элемент бар екен. Үшінші есеп А нұсқасы. Сыныпта 3 қатардың әрқайсысында 3 партадан бар. Сыныпта барлығы неше парта бар? Бізде 3 қатар 3 партадан.
Сыныпта барлығы неше парта? Барлығын табамыз. Сонда 3-ті көбейтеміз 3-ке 9. Барлығы 9 парта, я? Келесі ән нұсқасы. Есепті шығар. Оны есептің ән нұсқасымен салыстырды. Сыныпта 3 қатардың әрқайсында 3 партадан бар. Сыныпта тағы 4 парта әкелінді. 3 қатардан 3 парта әкелінді. 4 парта. Барлығы белгісіз. Сонда 3 қатардан 3 партаны көбейтеміз, оған қосамыз әкелінген 4 партаны. Сонда барлығы 13 парта. Келесі Б нұсқасы. Қысқаша жазылу бойынша ә есепке кері есеп құрастыр. Болды. Қанша? Болды. Болды. Белгісіз, я? Белгісіз партадан 3 қатар әкелінді. Әкелінді 4 парта. Кейін барлығы қанша? Барлығы 13 парта. Енді шешуін табайық. X көбейту 3 қосылған 4 тең 13. Осы теңдеу арқылы табамыз. Енді X-ті табамыз бұл жердегі. X-ті табу үшін алдымен 13-тен азайтамыз 4-ті. X көбейтілген 3 тең 9. X-ті табу үшін 9-ды бөлеміз 3-ке. X бізде 3 шығады. Онды орнына апарып қоямыз. 3-ті көбейтеміз 3-ке. Оған қосамыз 4-ті тең 13. Сонда 13-те 13 тең ізделінді санымыз бізде 3. X тең 3. Сонда 3 партадан 3 қатарын. Келесі. Болды. 3 партадан 3 қатар әкелінді. Белгісіз. Барлығы 13 парта. Енді табамыз. 3 қатардан 3 парта әкелінгені белгісіз. Барлығы 13. Сонда қосамыз X тең 13. Енді мына жердегі әкелінген парталар табу үшін X тең барлық партадан азайтамыз. 9 партаны X тең 4 шығады. Енді орнына апарып қоямыз. Қосылған 4 тең 13. 13 13-ке тең. Сонда әкелінгені 4 парта. Келесі. Болды. 3 партадан белгісіз қатар әкелінді. 4 парта. Барлығы 13 парта. Енді есептің шешуін табайық. 3 көбейтілген X қосылған 4 тең 13. 3 көбейтілген X тең 13-тен азайтамыз 4-ті. 3X тең 9. X-ті табу үшін 9-ды бөлеміз 3-ке. X тең болады бізде 3. Табамыз. Орнына апарып қоямыз. 3-ті 3-ке көбейтіп, оған 4-ті қосамыз тең 13 болады. 13 13-ке тең. Сонда 3 партадан 3 қатар. Бізде қатар саны 3. 4-ші есеп. Есепті шығар. Берілгенге кері есептер құрастырып, оларды шығарды. Мектептегі жөндеу жұмысына 3 килограмнан 2 құты көк және 15 килограмнан ақ бояу сатып алынды. Барлығы неше килограмм бояу сатып алынды дейді. Мектепте
3 килограммнан 2 құты, 3 килограммнан 2 құты. Келесі көк және 15 килограмм ақ бояу, 15 ақ бояу, 15 килограмм. Барлығы неше килограмм дейді. Сонда барлығын табу үшін не істейміз? Шешуі. Сонда 3-ті көбейтеміз 2-ге, оған қосамыз 15-ті. 3 2 6, оған қосамыз 15-ті. Қанша болады? Сонда 21. Сонда барлығы 21 килограмм болады екен. Келесі, осы есепке кері есеп құрастыратын болсақ, барлығы 21 килограмм. Келесі, 3 килограммнан 2 құты дейік. Ақ бояу белгісіз дейік. Осын шешеге, сонда шешуі қанша болады? 3 көбейтілген 2 қосу x ақ белгісіз, тең болады барлығы 21. Енді бұл жерде 6 қосылған x тең болады 21. X-ті табу үшін 21-ден азайтамыз. 6-ны x тең болады 15. Сонда орнына апарып қойсақ, 3 көбейтілген 2 қосылған 15 тең болады 21. Сонда бізде ақ бояу бізде 15 килограмм шықты. X тең болады 15-ке. Келесі 5-ші есеп бойынша көрсетілген қосындының мәнін шығу үшін әр топтан 3-3-тен сан таңдап ал дейді. Бізде мына теңдігі 100 шығу үшін 3 сандың қосындысын табуымыз керек. Мына жерден біз берілген сандардан 40-ті алайық. Оған қосамыз 45-ті қосайық. Оған қосайық 15. Сонда 100 шығады бізде. Келесі нұсқасы 990 шығу керек. Бізде 990 шығу үшін 130-ға қосайық 410. Оған қосамыз, қанша болады сонда? Мұн жердегі 450-ді алайық. Сонда бізде 990 саны шығады. Келесі 88 саны шығу керек. 88 саны шығу үшін мұн жерден 44 қосылған 20 қосу 24 алайық. Келесі 77 саны шығу керек. 77 саны шығу үшін мұна жерден 44 бірінші қатардан, екінші қатардан 11-ді алайық. 11 қосылған 22 саны. 6-шы есеп бойынша 75 дециметр квадрат қосылған 45 дециметр квадрат тең болады 70-ке 40 қоссақ 110, 2 5-пен 10 болады. Сонда 120 тең болады 120 дециметр квадрат болады. Келесі 4 метр квадрат көбейту 8 тең болады 32 метр квадрат болады. Келесі 45 сантиметр
квадрат бөлінген 5. Сонда 45-ті 5-ке бөлсек 9 сантиметр квадрат қалады. Келесі 800 метр квадрат азайтылған 235 метр квадрат. 800-ден 200 аламыз. Қанша болады? 600. 600-ден 35 аламыз. 500-де 65 метр квадрат болады. Келесі 7-ші есеп бойынша бағасы 6 теңге, саны белгісіз, құны 30 теңге дейді. 6 белгісіз болса, көбейту x болады. Тең болады 30. X-ті табу үшін 30 бөлінген 6, x тең 5. Сонда 6 көбейту 5, 30. 30-30-ға тең. Келесі 7 теңге 5 дана. Сонда құны қанша болады? 7 5-ің 35. 35 теңге болады. Келесі белгісіз болса x дейік алайық. X көбейту 8 тең болады 40 теңгеден. Сонда бұл жерде бағасын табу үшін x тең 40 бөлінген 8. X тең болады 5. 5 көбейту 8 тең болады 40. Сонда 40-40-қа тең. Келесі 8-ші есеп. 8-ші есепте бізде былай сұрақ қойыпты. 2, 7, 9 цифрларын пайдаланып қанша 3 таңбалы сан жазуға болады? Шешімін көрсету үшін 3 түсті қарындаш пайдаланып мүмкіндіктер тармағын құр дейді. 2, 7, 9. Енді осы сандар қатарын құрайық. Алдымен 2-ні жазайық. 7 мен 9-ды алмастырамыз. 9 және 7. Енді 2 мен 7-ні алу. 9-ды енді алдына қойайық. 9, 2, 7. 2, 9, 7, 2. Енді 7. 9, 2, 7, 2, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-ні жаздық. 2 мен 7 ауысты. Сонда барлығы 6 сан құрауға болады екен. Келесі бізде 9-ші есеп. Онда бізде қанша сан болды? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рет орын ауыстыруға болады екен. Келесі 35 бөлінген 5. Қосу 5 көбейту 6 тең болады. 35-ті 5-ке бөлсек 7. Қосу 30 тең 37. Келесі 22 қосылған 8 бөлінген 5. Қосу 7 тең болады. 30-ды 5-ке бөлсек 6. 6-ға 7 қоссақ 13. Келесі 45 бөлінген жақша ішінде 15 бөлу 3. 15 бөлінген 3 жабылған қосу 75. Енді есептейміз. Бұл жерде 5, 45-ті 5-ке бөлсек 9 қосылған 75. Сонда 84 сан шығады. Келесі жақша ішінде 48 азайту 28 жақша бөлінген 14 жақша ішінде азайту 9 дейді.
48'ден так мына жерден 20 шығады бірінші жақшадан, екінші жақшадан 5 сан шығады, бөлінген 5. Сонда жауап 4 шығады. Келесі. Бірінші баған бойынша, екінші баған бойынша 8 көбейту 5 қосылған 32 бөлу 4. 8 5-ін 40 қосылған 32-ні 4-ке бөлсек 8 тең 48. Келесі. 70 азайту 5 көбейту 4. Жақша жабылған азайту 9. Мұның жерде 20, 70-тен 20-ны аламыз. Алдымен бізде көбейту бірінші орындалады. Сонда 50. 50-ден азайтамыз 9, 41 сан шығады. Келесі 73 қосылған 29 азайту 5 көбейту 9. 73-ке 29-ды қосамыз. Қанша болады? 90, 102 азайту 4 45. Так, 7 сан шығады. 19, 4 азайту 5, 57. Келесі. 400 азайту 40 бөлінген 8 қосылған 73 тең болады. 400-ден азайтамыз. Жақша ішінде 5 қосу 73. 78. Так, 400-ден 78-ді аламыз. Так, 300-де 22. Келесі үшінші. 5 көбейту 38 азайту 34 қосылған 59. Так, болады бізде 4, 5. Нанда 4 шығады. 5 көбейту 4 қосылған 59. Так, 20, 79 сан шығады. Келесі 82 азайту 5 көбейту 8 қосылған 27 бөлінген 3 тең. Так, 82 азайту 40 қосылған мына жерден 9 шығады. 9. Енді орындайық. 82-ден 40-ды алсақ 42 және қосылған 9. Сонда 51. Келесі 55 қосу 45 бөлінген 9 қосу 7 көбейту 5 тең болады. Так, 55 жазамыз. Қосылған жерден қанша шығады? 5 сан шығады. Қосылған 35 сан шығады. 7 5 35. Сонда мында 60 қосамыз 35. 95 болады. Келесі соңғысы 100-ден азайтамыз. 26 қосылған 14 бөлінген 8. 8 тең. 100 азайту. Мына жерде 26-ға 14-ті қоссақ. Так, 30, 40. 40-ты бөлеміз 8-ге. 40 бөлінген 8. Сонда 100 азайту. Қанша болады? Мына жерде 5. Тең 95. Келесі 10-шы есеп бойынша ұпайлар саны нүкте және қосу таңбаларын пайдаланып өрнектер
жаз дейді, көбейту және қосу дейді. Бізде бірінші сурет бойынша 3-тің қасына 3-тің айналасында бізде 1 рет. Келесі 7-де 1, 2, 3, 4, 7 санының қасында бізде 4 рет. Сонда қосамыз 7-ге 7 4 28, оған 3-ті қоссақ 28 тең болады 31 саны. Келесі біріншісінде, бірінші сурет, екінші суретінде қалай жазылған? 3-тің айналасында бізде 3-тің айналасында 4 реттен бар. Оған қосамыз 10-ның айналасында 1 рет түсті. Сонда 10-ды 1 рет жазамыз. Барлығы болады 12, қосылған 10 тең болады 22. Келесі 3-ші сурет бойынша 3-те 3 рет тұр. Оған қосамыз 7-де 2 тұр. 2 рет түскен, сонда болады барлығын есептейік. 9-ға қосамыз 14 тең болады 23. Осымен есептер аяқталды.